Жалпы енді бұл заң жобасын қоғам көптен бері күтті деуге болады. Бұны біз қолдаймыз. Дей тұрғанмен енді бірқатар айта кететін мәселелер бар. Жаңа жазаға қатысты дүниелер, ең бірінші жаңа әріптестеріміз айтқан мынау педофилдерді химиялық кастрация жасау деген дүниені міндетті түрде енгізуіміз керек. Бұл бірінші мәселе, бұл кезек күттірмейтін және бұл заңнан шет қалмауы тиіс норма деп білеміз. Екінші жаңа Мұрат әріптесіміз айтып өткендей мынау 16 жасқа дейінгі балаларға жыныстық сипатта тиіскен үшін 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс немесе 40 күнге дейін қамаққа алуда өте аз, өйткені оның арты немен бітетінін білмейміз. Мүмкін ол педофил өзінің арсыз әрекетін жасамаса да адам келіп қалған шығар. Мүмкін сондай бір тырнақшаның ішінде үлгермей қалған шығар. Соған бола оған тек 40 күндік қамақ немесе 200 сағат қоғамдық жұмыс деген дүниені әлде қатайтуымыз керек деп санаймын. Жұмыс тобында жалпы осы әйелдерді, балаларды ұрып соққандарға мынау дене саулығына қасақана жеңіл зиян келтірсе қоғамдық жұмыс деген дүниелер бар. Осы қоғамдық жұмыс деген дүниені осы азғындарға келген кезде қолданудың мүлдем қажетті жоқ шығар деген менде бір ұсыныс бар. Және тағы бір маңызды дүние мынау өз-өзін өлтіруге дейін жеткізгені, өз-өзіне қол жұмсауға итермелеген немесе өзіне-өзі қол жұмсауға көмектескен үшін 3 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру деген дүние бар. Осы жерде мынау шектеу деген дүниені алып тастау керек секілді, өйткені сен адамның суицид жасауына жеткізіп тұрсың ба, оған былай айтқанда жәрдемдесіп, тырнақшаның ішінде көмектесіп тұрсың ба, онда сен міндетті түрде бас бостандығынан айырылуың керек, шектеу деген болмау керек меніңше. Және мынау суицидті насихаттаған үшін де 200 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл өте аз деп санаймын. Және өз-өзін өлтіруге, оқталуға алып келсе 1 жылға дейін бас бостандығын шектеу, айыру. Егер адамның суицид насихаттаған дәлелденіп адам қаза табатын болса, екінші адам 3 жылдан 5 жылға дейін деген норманы әлде қатайту керек секілді меніңше. Енді бұл жаңағы әлде біз жұмыс топтарында қараймыз, дей тұрғанмен талқыланатын міндетті түрде қатайтуды талап ететін нормалар. Енді менің сауалым Жұлдыз Дұсбергенқызына, жалпы осы заң жобасы талқыланған кезде біздің атымызға түрлі ата-аналардың ұйымдардың атынан да хаттар келіп жатыр, бірқатар білгісі келіп жатқан мәселелер бар. Және мен қояйын деп жатқан осыдан 2 жылдың көлемінде де қоғамдық кезде біздің атымызға түрлі ата-аналардың ұйымдарының атынан да хаттар келіп жатыр, бірқатар білгісі келіп жатқан мәселелер бар. Және мен қояйын деп жатқан сұрақ осыдан 2 жылдың көлемінде де қоғамда үлкен шу жасады. Әсіресе мына өнер адамдарына бұны жаңағы бір түсіндіру бағытында түрлі бейне жазбалар жазды. Бұл мынау заң жобасындағы балалардың әсіресе құқығын қорғауға қатысты дүние. Білеміз, бұған дейін айтылған жаңа проблема және осы заңға қатысты айтылып жатқан дүние. Енді баламызға ескерту жасасақ, тәйттеп қалсақ, баламызды үйімізден алып кете ме, баламызды көрсетпей қоя ма, ақыраяғы ата-ана құқығынан айыра ма, енді дәстүрлі тәрбиемен заң алдындағы жауапкершілікті қалай бөлеміз деген дүниені айтып жатыр. Бізге келіп жатыр сондай хаттарда. Осыған қатысты өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, және заң жобасында расымен де балаңызға тәйт деп бір ескертіп айтқаныңыз үшін де баланы алып кететін, қажет болса ата-ана құқығынан айыратындай нормалар бар ма? Рахмет. Рахмет, құрметті Нартай Аралбайұлы, құрметті депутаттар. Жаңа сіз айтқан ата-ананың құқығынан айыру нормасы мүлдем жоқ, қарастырылған жоқ және ол енгізілген жоқ. Бұл фейк ақпарат екендігін нақты ресми түрде айтып өткім келеді. Бұдан бөлек жаңағыда айтып жатыр ғой, жеңіл желпі деп. Оған да тәрбиелеуге қатысты да онда ешқандай норма жоқ. Бұны біз нақты айтуымыз қажет. 2021 жылда осындай заң жобасы қарастырылған кезде қоғамнан сондай бір фейк ақпараттардың көп болуына байланысты бұл заңна қабылданбай қалған болатын. Одан кейін қоғамдағы резонансты оқиғалардың көбеюі бұл заң жобасына қайтып келуге және мемлекеттік деңгейде президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі жеке тапсырма беруіне дейін алып келді. Сондықтан да біздің ойымызша заңның үстемдігі және тәртіп қағидатын орнату үшін бұл нормалар қажет. Я, жаңа сіз айтып жатсыз, кейбір нормалар жеңіл шығар деп. Бірақ біз атап өткіміз келеді, қыркүйектен бастап бұл заң жобасымен Әділет министрлігінің жанындағы ведомствоаралық комиссияларда комитет төрағасы, заңды әзірлеушісі депутат Асхат Қанатұлы бірнеше мәрте барған. Кейбір нормалар қолдау таппағандығын да атап өтуіміз қажет. Сондықтан да жұмыс тобының аясында бұл нормаларды жетілдіруге, аталған заң жобасының жалпы халықтың игілігіне жұмыс жасауына еңбек етейік, соған шақырамын. Рахмет. Шын мәнінде мынау суицидқа итермелеумен жаңағы суицидті насихаттау бойынша бұл қылмыстық кодексте тіпті бұндай норма болған жоқ. Біз ұсынғанда үкіметтің қорытындысы енді ол өз-өзімен келмейді ғой. Үкіметтің қорытындысымен жұмыс істейміз. Сонда жұмыс дегенде әріптестерімізге біраз аргумент айтуға
тура келді. Біз мынау университеттегі ғалымдарымызды алып, бірге сөйлесіп, осының бәрін түсіндіріп, дәлелдедік. Бірақ бұл норма тіпті болмаған. Енді осы санкциясын қатайтайық десек, бізде ешқандай қарсылық жоқ, ол жұмысты бірге атқаруға болады. Сейчас был вопрос по поводу приставаний сексуального характера, но здесь еще есть одна норма — развращение малолетних. И здесь тоже есть, значит, изменения. Если раньше эта норма касалась только детей до 14 лет, мы сейчас дали поправку, что это должно касаться до 16 лет. Я думаю, что это важная норма. И здесь санкция тоже от 7 до 12 лет. И дальше тоже есть усиление ответственности. Поэтому здесь, коллеги, я думаю, что там нормы взаимосвязаны, и надо будет смотреть